Kitabınız çıktı. Tak. Orus tilinde. Endi amandық болса, қазақ тілінде кітабыңыз шығады. Так. Ал ары қарай қандай шығармашылық, творчестволық жұмыспен Ал айналысасыз? онда айтқанда былай болады. Өздеріңе белгілі, өздерің арқаларың бойынша, өздерінің әлгі қолдағандарың бойынша мен бірталай қызмет істедім. Мен алды қызметім Сталин заманында басталды. Одан күрішіп қызмет істедік. Онан кейін Брежневпен істедік. Аяғында келді Антропов, Черненков қызмет істедік. Ең аяғында Горбачевпен қызмет істедік. Ал өте үлкен уақыт өтті бұл тұрады. Ал енді осының барлығы басыдан не өтті, не кетті? Біздің келешектегі халқымызға, тарихымызға бұл көмек болсын деп мен өзіңізге берген кітап жаздым. Ол менің кітабым июль айы 91 жылмен бітеді. О кезде кеңес үкіметі болған, СНГ деген құрылмаған о кезде. Ал енді сонымен бітті. Ал енді бұл кітаптың мен аяғын тағы жазып отырмын. Енді келешекте мына осыңы болып жатқан қандай өзгерістер бар, соның барын анықтап жазып отырмын. Ал енді мына бірінші кітаптың өзі мына июньнің басында қазақ тілінде шығады. Ал оған маған перевод жасап отырған өздеріңе белгілі, өздерің ағайындарың мына Серік. Серік өте бұл әлгі переводқа өте мықты жігіт, білімі мол, ал қазақ тілінде осы кісі шығарады оның барлығын. Ал енді келешекте үлкен кітаптың өзі жылдың аяғына дайын баратын шығады. Онда да сол көз көргеннің бәрі жазылады. Мен бұл келешектегі менің планым, жоспарым осы. Қай мемлекеттерде кітабыңыз басылайын деп жатыр Әзірге маған келген хабар Турцияда басылып жатыр. Қазақ тілінде. Қазақ тілінде Турцияда басылып жатыр. Оның кейін өз тілінде Италияда шыққалы жатыр. Израильде шыққалы жатыр. Оның кейін міне келген Кореяға келді. Ал енді әлгі анығын білмеймін, жақында хабар келді, әлі белгісіз Англия тілінде шығайын дегенде болып жатыр. Ол кітапқа, ол елдің барлығы бұлай айтқанда өте оқушылар көп. Неге десең, ол кітаптан мәселелер болғанда жалғыз Қазақстан тарихы емес. Ол кітаптан мен бір істеген мен білмеймін, Хрущевқа мінездеме характеристика бердім. Брежнев туралы жаздым, Косыгин туралы жаздым, Суслов туралы жаздым, Шелепин туралы жаздым, Полянский туралы, жоғарғы. Ал одан кейін өзіміздің ел жұртымызда кім өсті, кім жұмыс істеді, соны жаздым. Әрине, бұл өткен жылдың арасында бәрі ол айтқандай әлгі тура жолмен жетілген жоқ. Мен енді қаталар болды. Ал сонда бәрін көрсетіп отырмын. Мен әлгі өкіметтің басына қолынан іс келмейтін адам ойлық жұрттерде кіріп кетті. Соларға бәріне мінездеме берді.